Ал енді құрметті ағайын, әкенің жақсылығы жездеде-ақ деп қазақ айтқандай, жезделердің ішінде жақсы көретін өзіме жанашыр, жалпыға көңіл ашық, кең дарқан мінезімен сыйласып кеткен жездем бар еді. Сол жездемнің 40 жасына шығарған жас кездегі алғашқы өлеңім бар еді. Соны айтып берейін сіздерге. Жездемнің өмірбаянынан алғам. Соны тыңдаңыздар. Қырыққа оташ келіпсің, еңбекпен жеміс теріпсің, өмірдің ащы тұщысын бір адамдай сен көріпсің. Өмірдің ащы тұщысын бір адамдай сен көріпсің. Жетінерді меңгерген, досты ұсты тең көрген, қалпыңнан ешбір өзгермей келесің алғаш мен көрген. Қалпыңнан ешбір өзгермей келесің алғаш мен көрген. Көңілің сенің ақ таза, сиярлы қанша мақтаса, өзіңдей болса адамдар, болар ма еді өмір басқаша. Өзіңдей болса адамдар, болар ма еді өмір басқаша. Әй менің алтын жездем-ай, қаламай апай өзген-ай, өзіңмен ғана бақытты боларын ертақ сезген-ай. Өзіңмен ғана бақытты боларын ертақ сезген-ай. Айтарым көп менің ойымда, уақытты бірақ алмайын. Жүзге келген тойыңда жырымды тағы жалғайын. Жүзге келген тойыңда жырымды тағы жалғайын. Жүзге келген тойыңда әнімді тағы жазайын.